Саламатсызбы? Бүгін 4-ші сабақ Конституцияның 3-ші бөлімі президент деп аталады. Сабақ жоспары 29 сұрақты зерделеп, оларға дұрыс жауап табу және әдеттегідей бақылау тестін тапсыру. Кеттік. Бірінші сұрақ. Бұл бөлім президент деп аталатындықтан, сұрақтардың көбісі осындай болып кездеседі. Ең жоғарғы лауазымды тұлға президент. Келесі сұрақ. Міне осындайды сұрақтар кездеседі. Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттарын айқындайтын, ел ішінде және халықаралық қатынастарда Қазақстанның атынан өкілдік ететін президент. Ішкі саясат, сыртқы саясат. Келесі сұрақ. Биліктің барлық тармағының келісіп жұмыс істеуін және өкімет органдарының халық алдындағы жауапкершілігін қамтамасыз ететінде президент. Келесі сұрақ. Президентті неше жылға сайлайды? Президентті 5 жылға сайлайды. Келесі сұрақ. Президентті 5 жылға сайлайды. Президентті кім сайлайды? Президентті республиканың кәмелетке толған азаматтары сайлайды. Келесі сұрақ. Президент болып сайлана алатын адамның азаматтығы қандай болу керек? Тумысынан республика азаматы болып табылатын адам президент болып сайлана алады. Келесі сұрақ. Ал президент болып сайлана алатын адамның білімі қандай болу керек? Әрине, жоғарғы білімі бар болу керек. Келесі сұрақ. Ал оның жасы қандай болу керек? Президент болып 40 жасқа толған адам сайлана алады. Келесі сұрақ. Президент болып сайлана алатын адамның тұрғылықты жеріне қатысты. Яғни Қазақстанда соңғы 15 жыл бойы тұратын адам президент болып сайлана алады. Келесі сұрақ.
Президенттің кезекті сайлауы қай күні өткізіледі? Кезекті сайлау желтоқсанның 1-ші жексенбісінде өткізіледі. Арнайы белгіленген күн. Келесі сұрақ. Президенттің кезекті сайлауы мерзімі жағынан қай күнмен тұспа-тұс келмеуге тиіс? Республика парламентінің жаңа құрамын сайлаумен тұспа-тұс келмеуі тиіс. Келесі сұрақ. Бұл жерде кезектен тыс сайлауға қатысты мәселе. Президенттің кезектен тыс сайлауы президенттің шешімімен тағайындалады. Келесі сұрақ. Дауыс беру нәтижесінде сайлаушылардың 50%-нен астамының дауысын алған кандидат қана президент болып сайланды деп есептеледі. Келесі сұрақ. Ал кандидаттардың ешқайсысы сайлаушылардың 50%-нен астамының дауысын ала алмаса, қайтадан дауысқа салынады. Бірақ оған көп дауыс алған екі кандидат қана қатысады. Келесі сұрақ. Президент халыққа ант берген сәтінен бастап қызметіне кіріседі. Келесі сұрақ. Жаңадан сайланған президент қызметіне кіріскен кезден президент қызметінен мерзімінен бұрын босатылған немесе кетірілген не ол қайтыс болған жағдайда президенттің өкілеттілігі тоқтатылады. Келесі сұрақ. Экс бұрынғы деген мағынаны білдіреді. Қызметінен кетірілгендерді қоспағанда бұрынғы президенттердің барлығында экс-президент деген атақ болады. Келесі сұрақ. Конституцияға сәйкес бір адам қатарынан 2 реттен артық президент болып сайлана алмайды. Келесі сұрақ. Бұған дейінгі сұрақтың басқаша нұсқасы: бір адам неше рет президент болып сайлана алмайды? Дұрыс жауабы қатарынан 2 реттен артық президент болып сайлана алмайды. Келесі сұрақ. Өкілді органның депутаты болуға,
өзге де ақы төленетін қызметтерді атқаруға және кәсіпкерлік қызметпен айналысуға президенттің құқығы жоқ. Келесі сұрақ. Президент қауіпсіздік кеңесін құрады, өзге де консультативтік кеңесші органдарды құрады. Сондай-ақ Қазақстан халқының ассамблеясын және жоғарғы сот кеңесін құрады. Келесі сұрақ. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің жоғарғы бас қолбасшысы президент болып табылады. Келесі сұрақ. Референдум өткізу туралы шешімді міндетті түрде президент қабылдайды. Келесі сұрақ. Билік құрылымында президент қандай функцияны атқарады? Президент мемлекеттік биліктің барлық тармағының келісіп жұмыс істеуін және өкімет органдарының халық алдындағы жауапкершілігін қамтамасыз етеді. Келесі сұрақ. Өлім жазасына сотталған азаматтарға кешірім жасауды президент жүзеге асырады. Бұл бөлім президент деп аталатындықтан сұрақтардың көбісі осылай болып келеді. Дипломатиялық өкілдіктердің басшыларын президент тағайындайды. Келесі сұрақ. Президентпен жарлық және өкім түріндегі актілер шығарылады. Келесі сұрақ. Президенттің қызметінен мерзімінен бұрын босатылуы мүмкін жағдай, яғни науқастануына байланысты өзінің міндеттерін жүзеге асыруға қабілетсіздігі дендеген жағдайда қызметінен мерзімінен бұрын босатылуы мүмкін. Келесі сұрақ. Президент қызметінен мерзімінен бұрын босаған, кетірілген, сондай қайтыс болған жағдайда оның өкілеттігі парламент сенатының төрағасына көшеді.
Осымен сұрақтар аяқталды. Дұрыс нұсқаларды белгілеп отырыңыз. Соңында өзіңізге баға беретін боласыз. Кеттік. Президент болып сайлана алатын адамның жасы қандай болу керек? Төртінші нұсқа дұрыс. 40 жасқа толған адам. Келесі сұрақ. Ал білімі қандай болу керек? Дұрыс, жоғарғы білімі бар адам болу керек. Келесі сұрақ. Президент болып сайлана алатын адам Қазақстанда неше жыл тұрған болу керек? Соңғы 15 жыл бойы тұратын адам сайлана алады. Келесі сұрақ. Президентті неше жылға сайлайды? Дұрыс, 5 жылға. Келесі сұрақ. Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясаттың негізгі бағыттарын айқындайтын, халықаралық қатынастарда Қазақстан атынан өкілдік ететін президент. Екінші нұсқа дұрыс. Келесі сұрақ. Президенттің кезекті сайлауы мерзімі жағынан қай күнмен тұспа-тұс келмеуге тиіс? Екінші нұсқа дұрыс. Республика парламентінің жаңа құрамын сайлаумен тұспа-тұс келмеуге тиіс. Келесі сұрақ. Кезекті сайлау қай күні өткізіледі? Желтоқсанның 1-ші жексенбісінде өткізіледі. Келесі сұрақ. Президенттің кезектен тыс сайлауы кімнің шешімімен тағайындалады? Дұрыс, екінші нұсқа президенттің. Келесі сұрақ. Президентті сайлайтын кімдер? Үшінші нұсқа дұрыс. Республиканың кәмелетке толған азаматтары. Келесі сұрақ. Кандидаттардың бірде-бірі сайлаушылардың 50%-нен астамының дауысын ала алмаса, үшінші нұсқа дұрыс, қайтадан дауысқа салынады. Бірақ оған көп дауыс алған 2 кандидат қатысады. Келесі сұрақ.
Президент қандай сәттен бастап қызметіне кіріседі? Үшінші нұсқа дұрыс. Халыққа ант берген сәттен бастап. Келесі сұрақ. Мына кандидат президент болып сайланды деп есептеледі. Бірінші нұсқа дұрыс. Сайлаушылардың 50%-нен астамының дауысын алған кандидат президент болып сайланды деп есептеледі. Келесі сұрақ. Президент қандай актілерді шығарады? Төртінші нұсқа дұрыс. Жарлықтар мен өкімдер. Келесі сұрақ. Президент болып сайлана алатын адамның азаматтығы қандай болу керек? Төртінші нұсқа дұрыс. Тумысынан республика азаматы болып табылатын адам сайлана алады. Келесі сұрақ. Ең жоғарғы лауазымды тұлға. Үшінші нұсқа дұрыс. Президент. Келесі сұрақ. Президенттің қызметінен мерзімінен бұрын босатылуы. Екінші нұсқа дұрыс. Науқастануына байланысты өзінің міндеттерін жүзеге асыруға қабілетсіздігі дендеген жағдайда. Келесі сұрақ. Азаматтарға кешірім жасауды кім жүзеге асырады? Төртінші нұсқа. Президент. Келесі сұрақ. Референдум өткізу туралы шешімді кім қабылдайды? Екінші нұсқа. Президент. Келесі сұрақ. Президент қызметінен мерзімінен бұрын босаған, кетірілген немесе қайтыс болған жағдайда оның өкілеттігінің қалған мерзімі. Төртінші нұсқа. Парламент сенатының төрағасына көшеді. Келесі сұрақ. Биліктің барлық тармағының келісіп жұмыс істеуін және өкімет органдарының халық алдындағы жауапкершілігін қамтамасыз ететін. Бірінші нұсқа дұрыс. Президент.
Келесі сұрақ. Дипломатиялық өкілеттіктердің басшыларын бірінші нұсқа дұрыс, президент тағайындайды. Келесі сұрақ. Президенттің өкілеттігі қандай жағдайда тоқтатылады? Төртінші нұсқа дұрыс. Келесі сұрақ. Экс-президент деген атақ кімде болады? Үшінші нұсқа дұрыс. Бұрынғы президенттердің бәрінде экс-президент деген атақ болады. Бір адам қатарынан 2 реттен артық президент болып сайлана алады ма? Екінші нұсқа дұрыс. Жоқ. Келесі сұрақ. Енді бұл жағдайда түсінікті. Бір адам қатарынан 2 реттен артық президент болып сайлана алмайды. Үшінші нұсқа дұрыс. Келесі сұрақ. Президенттің немен айналысуға құқығы жоқ? Екінші нұсқаны белгілесеңіз дұрыс. Өкілді органның депутаты болуға, өзге де ақы төленетін қызметтерді атқаруға және кәсіпкерлік қызметпен айналысуға құқығы жоқ. Келесі сұрақ. Қауіпсіздік кеңесін, Қазақстан халқы ассамблеясын, жоғарғы сот кеңесін құратын. Үшінші нұсқа дұрыс. Президент. Жоғарғы бас қолбасшы. Екінші нұсқа дұрыс. Президент. Президент мемлекеттік билік құрылымында қандай функцияны атқарады? Үшінші нұсқа дұрыс. Мемлекеттік биліктің барлық тармағының келісіп жұмыс істеуін және өкімет органдарының халық алдындағы жауапкершілігін қамтамасыз етеді. Осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыз.